Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Менің құрметті қымбатты асыл достарым, артымда тұрған сіздер үшін дайын бизнес орталығын көрсетемін мен сіздерге, сатылайын деп жатыр. Артымда тұрған дайын бизнес орталығы. Бұл бизнес орталығы не шығарады? Сіздерге айтып өтіп кетейін бір қатар. Видео барысында соңына дейін отырыңыздар, нерде экранның алдына келіп алыңыздар, отырыңыздар. Видео барысында мен сіздерге қазір не шығарады, не істейді, қандай жерлерге экспорт жасайды, бәрін айтып беремін. Бұл жерде маған бірінші тіркеліп алыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Кім осындай дайын бизнес іздеп соған поделиться етіп қойыңыздар мына видеоны. Бұл видеомыз үлкен цех болады. Ақшасы да, құны да өзінде байлап тұрған цех бұл. Кеттік мен сіздерге көрсетейін. Бұл печенный цех қандай цех екенін айтып қоямын басында. Печенный цех, одан кейін мақсарының шұрот жасайтын цехы да бар екен бұның ішінде. Қазір мен сіздердің ауданы қандай, қалай, үлкен ба, кіші ма, екі госакты бар бұл зданиямыздың. Екі здание бөлек, ар жағында бір үй есебінде салынған. Өте керемет Алматинский трассаның бойында, құрметті достар, Алматинский трассаның бойында, мен қараңыздар, Алматы трассаның бойында орналасқан бұл үйіміз и цехымыз. Көріңіздер міне. Нан шығарады, булка нан, шұрот шығарады. Кеттік мен сіздерге ауданын көрсетіп өтіп кетейін. Үш жерден, бер жақтан бір ход, бер жақтан бір ход, ар жағынан тағы бір үш ходы бар. Бұл кіретін. Міне достар, іші цехтің іші сатылатын үлкен кең осындай міне коробкаларды упаковка жасап шығарып барлық жерге почкалар бар екен, клиенттер дайын екен. Келіңіздер, көріңіздер. Бұны сатып отырған себебі басқаратын адам қалмай қалған үшін сатып отқан екен. Айына праздник кездерінде айына күніне 10 миллионға дейін табыс тапқан цех. Осындай міне үлкен печкалары бар. Печенье шығаратын печкасы автоматтандырылған барлығы. Келіңіздер, көріңіздер, мына экрандағы номерге хабарласыңыздар. Міне жайма жаятын, тесто жаятын станоктары тұр, аппараттары. Ар жағында қамыр илейтін, езетін, сондай деп айтты. Кондитерде істеп жүргендер біледі оны. Көріңіздер, достар, айына нормальный табыс тауып кетеді деді ғой. Возможность болмай жатыр, істететін адам болмай жатыр, сол үшін сатып отыр. Булканан шығаратын печкасы сағатына бір 200 шығарып береді деді. Мен бұның ішінде қараңыздар. Бергі бетінде холодильнигі бар екен, дайын өнімді шығарып береді екен. Экспортқа дайындайтын кабинет. Жұмысшыларына келетін болсақ, жұмысшылар сол төңіректе барлығы бар екен. 25-30 жұмысшы істетеді екен. Сатып алатын болсаңыздар, сол жұмысшылар келіп қайтадан істей береді екен. Міне достар, екі бөлмесі де бар екен, жатып, демалып істейтін камера барлығы бар, душевой, санузел кабинеті міне. Көріңіздер достар. Экрандағы номерге хабарласыңыздар, экрандағы номер сіздерге подробно түсіндіріп беретін болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.